Қуатты қалай күшейтеміз? Қалай азайттың, солай күшейт. Ұйқыны қандырмадың, суықты пердің, шебердің, тәттіні өлтіріп жедің, қалай маққан салатты жедің, кофе іштің, жемче-жеңе шай іштің, зорғып шаршадың, пиво аштың, темек шектің, аязда капромен жүрдің, етеккірін келгенде баняға бардың, етеккірін келгенде жаңағы тобығыңды ашып жүрдің, фрукты жеп алдың, фрукты жегіштің. Осылармен қуатыңды кетіресің. Соның бәрін дұрыстамайсың ба? Ұйқыңды қандыр, фруктын аз же, тәттін аз же, етеккірін келгенде жылы басып, кішкене тынышталып, энергияны шашпай, демалып, көңіл-күйіңді күшейтіп. Сосын эмоция. Ең басты эмоция деп айттым ғой, 90% бәрі эмоция. Эмоцияны жақсарт. Көңіл-күйің жақсарт. Көңіл-күйің жақсарт. Ешқандай ренжіме, даналыққа кел, түсінікке кел, кең бол, төзімді бол.